Үйіңізде мынандай обычный жаймадан басқа еш нәрсе жоқ болса, тура осы жаймамен де керемет бешбармақ дайындауға болады. Қазір сіздерге көрсетемін. Ең алдымен қазын аламыз. Мұздай суға салып, ішіне тұз қосамыз. Мен обычно бешбармақ істейтін кезде ет вообще қоспаймын, только қазы, потому что енді мен бір өзім жегеннен кейін қазының өзіне кәдімгідей өзім тойып қаламын. Бір қайнап болған соң көбігін алып тастап, бір жуа қостым, яғни пияз. Картошкасыз бешбармақ мүлде бешбармақ емес, поэтому осы картошканы сорпаның ішінде қайнатып алдым. 2,5 сағатта қазы дайын болып шықты. Оны осылай бір шетке алып қоя тұрамын. Келесі кезекте тұздық дайындаймыз. Сорпадан кішкене құйып алып, осы жерге пиязды жіберемін, потом ол пиязға қара бұрыш қосамын. Бәрін пісіріп, бәрін қайнатып алғаннан кейін ең аяғында мен жайманы саламын. Жайма өздеріңіз білесіздер, оны тез-тез 12 минуттың ішінде дайын болып шығады. Бір-екі адамға енді мынау ең оңай, ең дәмді, ең тойымды тамақ. Мінекей мен бешбармағым осылай дайын болып шықты. Енді дәмі өте керемет, просто сеніңіздер. Все, жандарым, сол бүгінге осы. Всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.